Кер заманның кезінде көлдің суы бітіп, табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп, шабаны қалар, жақсының атағы кетіп, азабы қалар, әуленің аруағы кетіп, мазары қалар. Адамның жақсы кетіп, жаманы қалар, сөздің маңызы кетіп, самалы қалар. Сөйтіп, ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болады. Айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосқан жиын болады. Ішіне шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бежірей деген қызың болады. Алдыңнан кес-кестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Табалдырықтан биік тау болмас, туысқаннан мықты жау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, тана менен торпаққа жүк артылар. Ар ұяттың бәрінен жұрдай болып, қарап тұрған жігітке қыз артылар. Ішкенің сары су болады, берсең итің ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады, ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Кер заманның кезінде ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен ала түсетінінің болады. Ала шұбар тілің болады, дүдам алдау дінің болады. Еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кебір жерге теңелет, әйел ерге теңелет. Көл теңізге теңелет, сиыр өгізге теңелет. Ақыр заман адамы сағынып тамақ ішпейді. Ашшыны ашшы демейді, тапқанын олжа дейді, әлхам білгенін молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді, сарылып келіп тосады, құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ, жақыннан басқа қасы жоқ. Лағнет қамты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінде қошы жоқ, бар шаруасы түп-түгел, енді мұның есі жоқ. Заман ақыр боларда, жер тақыр болар, халқы пақыр болар, балалар жетім болар, әйелдер жесір болар, десе мәдейтін кесір болар. Баз қосылған жерлерде әйел жағы ден болар, жаман жақсы болса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі